Қайырлы күн, менің құрметті көрермендерім, мені арнама қош келдіңіздер. Менің есімім Ляззат. Достар, бүгін біз дәл осындай жұмсақ, керемет болып пісетін бөлке нандар дайындайтын боламыз. Мені арнамнан алыстамаңыздар. Видеоны қарамас бұрын менің каналыма абонелік қоюды ұмытпаңыздар. Сондай-ақ менің арнамда дәмді бөлкелердің, жұмсақ бауырсақтардың және де қатпарлы болып пісетін самсалардың, ашытқысыз дайындалатын шелпектердің де рецептісі бар. Барлық рецептінің сілтемесін видеоның соңына қалдырамын. Ал енді бастаймыз. Бір жұмыртқаға қант қосып, жақсылап араластырып, жылы сүтімізді және де сұйық май, аздап шымшым тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Одан соң ашытқыны салып, електен өткізіп алған ұнымызды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Мен ванилин қостым, ванилинді қоспасаңыздар да болады. Қамырымызды илеп болғаннан кейін 1 сағатқа бетін жауып, жылы жерге қоямыз. 1 сағаттан соң қамырымызды алып қарағанда көтеріліп тұрады. Оны алып, қолдың көмегімен тағы да илеп 1 сағатқа қоямыз. 1 сағаттан соң біздің қамырымыздың одан сайын көтерілгенін байқаймыз. Қамырымызды алып, бөліктерге бөлеміз. Таразының көмегімен бөлсеңіздер де болады, бірақ мен көз мөлшерімен бөліп шықтым. Бөліп алған қамырымызды дөңгелектеп, бетін жауып қоямыз. Шетінен ала отырып, мен бөлке жасауды бастаймын. Қамырымызды алып жаямыз да арасына сары май жағып, одан соң қант сеуіп, рулет секілді орап, одан соң 2 бүктейміз де ортасынан кесіп, жүрек тәріздес бөлке дайындаймыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай әдемі болып шықты. Тағы да осылайша қайталап, көптеген бөлкелер жасаймыз. Біздің бөлкеміз кішкентай болғанымен, қазір піскен кезде көтеріліп, әдемі болып шығады. Корица қосу маңызды емес, бірақ мен корица қостым. Рулет секілді ораймыз да 2 шетін бүктеп, осылай ортасынан кесіп жіберіп, тағы да жүрекше жасаймыз. Бір жасағаннан ақ дәмді болып шығатын, жұмсақ болып шығатын бөлкелерді сіздер де дайындап көріңіздер. Ендігі кезекте қамырдың жартысынан келесі бөлкені дайындаймыз. Қамырымызды жаямыз да арасына сары майымызды жағып, одан соң қантты себеміз. Бұл бөлкені де рулет секілді ораймыз. Ордан соң тек қана ортасынан кесе саламыз. Табамызға салған кезде барлығын дайындап болғаннан кейін арасын ашып қойыңыздар. Жұмыртқаның сарысын жаға отырып, қызарғанша пісіріп аламыз. Бөлкелердің арасын алшақтау қойыңыздар. Көтерілген кезде бір-біріне жақындап өте керемет болып піседі. Мінекей достар, біздің бөлкелеріміз дайын болды. Біреуі жүрек секілді, біреуі гүл секілді әдемі болып шықты. Көріп тұрғандарыңыздай жұмсақ. Видеоны қарағандарыңызға көп рахмет. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.